Менің отбасым бақыт пен мейірімділікке толы. Менің әкемнің аты Еркін. Оның жұмысы көп болса да бізге көңіл бөліп, жанымызға келіп, сабақтарымыз сұрап, бірге ойын ойнайды. Ал менің мамамның есімі Жайна. Өзінің аты секілді өмірде күлімсіреп, қарағанды ұнатады. Менің ағам да әкем секілді өте мейірімді. Мам үнемі көмектесіп, қамқорлық танытып жүреді. Бір сөзбен айтқанда, отбасымыз кішкентай болса да жүрегі үлкен. Менің ең үлкен арманымның ішінде отбасымыздағы беріктік ешқашан жоғалып кетпегенін қалаймын. Жарайсың, Ежан, отыра ғой, маған сенің шығармаң ұнады. Келесем, кім сабақ айтады? Айжан, сен точно біздің семья туралы айттың ба? Тыныш апайға сенен сұрайды. Батыр, енді сенің шығармаңды оқиық. Кел, ортаға шыға ғой. Апай, біз Айжан екеуміз бір семьядамыз ғой. Мен оның айтқанына қосыламын. Бұл біздің нақты шешіміміз. Сонымен енді біз не істейміз? Так, егер нақты шешкен болсаңыздар, онда қазір арыз жазасыздар. Арыздарыңыз 15 күннің ішінде қаралады. Одан кейін сот сіздерге тағы бір ай уақыт береді. Бір айдан кейін ажырассаңыздар болады. Жақсы, рахмет. Біз енді кете берейік па? Жоқ, осында қонсаңыздар болады. Мүмкін да тозып қаласыздар. Өте күлкілі. Сізге ЗАГС-та емес, КВН-де жұмыс істеу керек. 15 күннен кейін 15 жылдық өміріміз аяқталады. Балаларға айтамыз ба? Әзірше айтпай тұра тұрайық. Туған күндерін өткізіп болған соң бірақ айтамыз. Туған күндер қашан еді? Тағы ұмыттың, иә? Жылда осы. Жоқ, ұмытқаным жоқ, просто жақында қапты ғой. Сен хотя бы аттарын білесің бе өзі? Мен оларда туғанда сен даже қасымда да болмады. Басталды. Қанша рет айтамын, мен ол күн жұмыста болдым. Жұмыста. Қысқасы, 2 күннен кейін Айжан мен Батырдың туған күні. Біз оларға сыйлық алуымыз керек. Туған күндерін жақсылап өткізген соң, оларға ажырасатынымызды айтамыз. Жарайды, солай болады. Мен кеттім, жұмысқа баруым керек. Үйге кешікпей кел. Қашан кешіктім мен? Бәріне сәлем. Тағы да кешік бердің әдеттегідей. Жолда пробкаларды қарасайшы, 1,5 сағат болып тұрғаныма. Әй қойшы маған. Пап, мен бүгін отбасымыз туралы күшті шығарма жаздым. Апай мені мақтады. Ал менде бүгін күшті матч болды. Қарсылас команда түк қалдырмай жеңіп тастадық. Еще біздегі Назарбаев келді бүгін. Дональд Трамппен бірге. Джеки Чан келді. Бәріміз отырып шай іштік. Ей! Жайма сенікі? Отбасың саған әңгіме айтып отыр, тыңдасайшы. Басталды. Отырмын ғой міне қастарымда. Сенің отырғанын не керек? Ойың далада. Сен немеге маған тиісе бересің, а? Жүрім ғой сендерді асырау үшін күндіз-түні. Африкадағы балдарды асырап жүрсің ба соншама? Бізде ақша жетеді. Ештеңеге мұқтаж емеспіз. Отбасыңа да көңіл бөлсеш кішкене. Рахмет. Дәмді болды. Джеки Чан тағы келе ме біздің үйімізге? Оны мамамыз әдейі айтты ғой, сонда түсінбедің бе? Тамақтарыңды ішіңдерші. Аға, біздің ата-анамыз жақында ажырасайын деп жатқан сияқты. Примерно туған күнімізден кейін ажырасады. Бізге ауыр болмасын дегені ғой. Енді оларды бірге өмір бақи көрмейтін боламыз. Мына жерге мен мамам мен папаң кішкентай кезіндегі суреттерді жабыстырғым келген. Олар қайда? Ол фотолар жоқ. Жоқ? Неге? Олардың фотолары өртеніп кеткен. Өртеніп кеткен? Сол үшін олардың бала кезіндегі түрін біз біле алмаймыз. Түсіндім. Мен қатты көргім келіп еді.
Мен кішкене болса да балдарға көңіл бөлем. Ал ол болса, таң атқаннан кешке дейін жұмыс деп. Еще соны сылтау қылып алған шығар. Иә, соның ғана жұмысы бар сияқты. Бізде жүр қой, жұмыс пен үйдің түрлігін қатар алып. Кеше қызым оған бірдеңелер айтып еді, тыңдаған да жоқ. Телефонмен отыр. Екеуіңді ажырасады деп мүлдем ойлаған жоқпын. Сіздер бала кезден ғашықсыздар ғой бір-бірлеріне. Тем более 15 жыл бірге тұрдыңыздар. Еркіннің ойында ақша ғана. Бізге көңіл бөле алмаса, ол жұмыс не керегі бар? Тем более өзіне ұнамайтын жұмыс жасайды. Одан шық десем тыңдамайды. Қалайсыңдар, жігіттер? Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Жақсы. Рахат, сен бір минутқа шыға тұршы. Еш жоқсың. Қалайсың, Еркінжан? Жұмыс қалай? Жақсы Басеке. Бірдеме дұрыс болмай қалды ма? Жоқ, саған жақсы жаңалығым бар. Сүйіншіңді дайында. Сен жұмыстан шықтың. Немене? Қалжыңдаймын, сеніп қалдың ба? Сен жұмыстан шығаратын жынды ғой деп дедің. Короче, анау біздің жұмыста старший менеджер бар ғой? Болатқан аға. Иә. Бізде 40 жыл жұмыс істеп еді ғой. Өзі айтушы еді ғой, жұмысы ұнамай жүрді. Соғыс кеше асылып қалды. Немене? Соның орнына старший менеджер болды. Сені отырғызайық дегенбіз. Мені? Иә, сенен басқа кімді отыр? Бірақ анда сенің жұмысың көп болады. Зарплата ше? Енді зарплата бұрынғыдай болады, өзгермейді. Мен онсыз да жұмыстарым көп еді. Бала шағама көңіл бөле алмай жүрмін ғой мен. Еркін, сен біздің компанияның ең жауапкершілік адамысың. Мен саған сенемін. Егер енді істемеймін десең... Жоқ, келсемін ғой, мақұл. Жарайсың, молодец. Нағыз еркек. Келер жылы бұйырса сен зарплатаңа 80% қосып берем. Алдыңғы уәделермен қосқанда маған 150% қарызсыз ғой. Қатырасың, сен де күшті қалжыңдайсың екен. Маған ұнады. Молодец, красавчик. Енді бүгіннен бастап должностың бастай бер. Иә. Жақсы. Қаншама магазин аралап, нормальный подарок таппадық қой. Сен өзің арзан іздеп жүрсің ғой. Балаларға бір жақсы подарка алмаймыз ба? Ол бір магазин тұр. Жүш көрейік. Бір түрлі магазин ғой. Жүш. Бізді қайдан көресің өзі? Бұл жақта жақсы качественный подаркалар бар. Арзан болғасын алып келген шығарсың. Ой. Мұнда бірдеңе бар ма өзі? Бұл жақтың сатушысы қайда екен, а? Білмеймін. Кім бар бұнда? Сәлеметсіздер ме? Айта беріңіздер, не іздедіңіздер? Біз балаларымызға сыйлық алайын деп едік. Мұнда үлкен ешкім жоқ па? Жоқ, мен ғана. Балалардың да саудасы жақсы жүреді. Сен кішкентайсың ғой, сен біреу алдап кетіп қалмай ма? Үлкендері де алдайды ғой. Жақсы, балаларыңыздың жасы нешеде? Сен мен жаста. Онда мен қазір не сыйлау керек екенін білем, күте тұрыңыздар. Вот, осыны сыйлауға болады. Бұл не өзі? Білмеймін. Енді балдар бір-бірін түсінеді ғой, тик-токтағы бір хит нәрсе шығар. Сіздер де скоро түсінесіздер. Жарайды, ештеңе. Мынау қанша теңге? Бұл товар сіздер үшін бесплатно. Қой, қайдағы бесплатно? Баланы алдайсың ба? Жоқ, біз беріп отыр ғой. Бала болған күшті, иә? Келісесіздер ма? Әрине күшті. Ақшаны ойламайсың, уайымдамаған жүре бересің. Барлығына өзінің балалық шағы ұнайтын шығар. Еркін ақшаны бер. Бесплатно жүрді. Ұят емес па, кішкентай бала емес па? Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Мына сыйлық маған вообще ұнамады. Қойшы, болады. Өздерімен қатарлас балайыпты ғой, ең керек сыйлық осы деп. Одан да сен оны алда тық қой, балалар көріп қалмасын.
Немене менің қолым кішкентай болып кеткен ба? Немене? Не болды? Кім айқайлап жатыр? Еркін? Жайна? Мына жерге отырайыншы. 200. 6, 2, 1. Күшті жасап берем ба? Ой, қуасың ба? Жоқ, мен ғана балаларды